Құрметті көрермендер, эфирде Қуанышпен Қуатбектің подкасты. Менің атым Қуатбек Дүйсен, лингвистика мамандығы бойынша PhD докторантпын. Менің сұхбаттасым Қуаныш Жұмабекұлы, лингвистика мамандығы бойынша PhD доктор. Қош келдіңіз, Қуаныш. Көп рахмет, Қуат. Енді біз бүгінгі сұхбатымызды отбасыдағы қазақ тілі жайында қозғамақпыз. Алдымен бір кішкене шағын ғана үзіліс жасап, өзіміздің тілдің не үшін отбасыда маңызды екеніне тоқталсақ. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының эгидс жүйесі бар. Ол эгидс жүйесі бойынша тіл қашан тірі деген сұраққа жауап береді. Тіл тірі болады, егер ол әке шешеден балаға берілетін болса. Яғни тілдің әке шешеден балаға ауысуы жүзеге асып жатса. Егер тіл әке шешеден балаға берілмейтін, өтпейтін болса, онда ол тіл өліп бара жатқан, болашағы жоқ тіл саналады екен. Осы тұрғыдан Біріккен ұлттар ұйымы өздері осы тілдің өміршеңдігін өлшейтін кесте жасаған болатын. Қазір көрсетейін сіздерге. Көз алдыңызда қосылған шығар. Мынау эгидс жүйесі. Керемет. Бұл эгидс жүйесі бойынша әлемдегі тілдердің өміршеңдігін, олардың өмір сүру, аман қалу және ұрпақтан ұрпаққа берілу мүмкіндіктерін 13 түрлі параметр есептейді. Бұл жердегі ең жоғарғы параметр 0, ең төменгісі 13 параметр. Яғни ол жойылған тілдер. Осы параметрлер тілдің өміршеңдігін, оның болашағын және оның мүмкіндіктерін әртүрлі деңгейде анықтайды. Институционал деңгейде, құқықтық деңгейде, сауда деңгейде, басқа. Бұл жерде қарап отырсақ, ең жоғарғы деңгей 0, ол халықаралық тілдер екен. Яғни бір емес, кемінде 2 мемлекетте мойындалған ресми тілдер. Осылар 0-ші деңгейде алады. Ал бұдан кейінгі ең көп категория ол 1-ші деңгейдегі тілдер. Яғни мемлекеттік тілдер, немесе ресми тілдер деген сияқты. Содан кейін барып өңірлік тілдер, аймақтық тілдер, сауда тілі, басқа да басқа кете береді. Және ең соңында ол жойылған тілдер және өлім алдындағы тілдер. Осындай 13 түрлі категорияға бөледі. Енді біз осы негізде кейін енді біз өзіміздің сұхбатымызға оралсақ. Осымен Қуаныш мырза, біз кестеде байқағанымыздай, тілдің өміршеңдігі оның әке шешеден балаға берілуінде жатыр. Яғни тіл әке шешеден балаға өтетін болса, тіл баласы әке шешесінің тілін қабылдап, оны ары қарай дамытатын болса, тіл өмір сүреді екен. Енді біз білеміз сізді, Қуаныш мырза, сіз отбасында қазақ тілі мәселесін, яғни қазақ тілін отбасында қолдану жағынан сөз қозғап жүрсіз, көтеріп жүрсіз осы мәселені. Енді біз отбасыдағы қазақ тілі және отбасының моделі туралы не білеміз, соны айтып бөлсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Енді жалпы мемлекетте мен былай айтар едім, бәрі қазақша сөйлесе, шетелден келген адам не істейді? Тіл үйренеді. Тілмен бірге сол елдің мәдениетін, тарихын үйренеді. Ал енді отбасы деңгейінде алатын болсақ, мысалы ата-ана қазақша сөйлессе, бала қазақша тәрбиеленеді. Бұл мен үшін формула осындай. Қазіргі уақытта өкініштісі, түрі барда тілі жоқ, діні барда ұлты жоқ, сақалы барда мұрты жоқ дегендер негізгі тақырыпқа айналды ғой. Отбасылық модель және отбасында қазақ тілі. Мен бір былай түсіндіруге тырысайын. Мынандай сөз бар, жұбайлар бар, әңгімесі таусылған дейді. Енді Қуат, жалпы отбасын ұстап тұратын ең маңызды нәрселердің бірі ол түсіну, тануға тырысу ғой. Яғни ол қалай жүзеге асады? Сөйлесу арқылы. Енді мысалы Қуат, ажырасу статистикасын қарасақ, себебі көп жағдайда материалдық
жағынан емес екен көбі. Баяғыда біреу айтыпты ғой, мен мінезім жаман деп. Сонда логикаға салсақ, соның мінезіне басқалары икемдену керек деген сөз шығады ғой. Яғни бұл енді әділетсіздік қой. Бәрінде мінез бар. Бірақ бұл жерде өзін ұстайтын адам немесе өзін ұстай алмайтын адам деген мәселе ғой. Енді мен қазақ тілі деген кезде мынау әңгімелесу, осы тілде сөйлесу дегенге көбірек тоқталғым келіп отыр. Енді ерлі зайыптылардың бір-бірінен алшақтауы, ата-ана мен мынау бала арасындағы диалогтың болмауы қазіргі уақытта мынау қауіпті құбылыс деп есептеймін. Енді мысалы Қуат, баланың тілі дұрыс шықпайды деген қазіргі уақытта көбейіп кетті, иә? Логопед деген мамандық тіпті таптырмас мамандыққа айналды. Неге? Себебі баламен сөйлесу аз. Мынау телефонның пайдасы әрине бар, бірақ көп уақыт ұстауы біріншіден денсаулыққа зиян, екіншіден коммуникация азаяды, үшіншіден қоғамда ортаға кіруі қиындай түседі. Мысалы, баладан телефонды егер қолынан алсаңыз, сіз ата-ана ретінде не істеуіңіз керек? Альтернатива сунуыңыз керек. Өйткені ол бала ойнағысы келеді, сөйлескісі келеді. Қазіргі уақытта мысалы комикс деген балаларға өте қызықты екен. Мысалы, мен өзім 2 қызым бар, сол комиксті алып келсем, қызыға оқиды. Бірге оқу керек. Ол болмаса бірге паркте қыдырсаңыз да көбірек уақыт өткізіп, айналып келгенде сөйлесу, әңгімелесу, тілдің құдіреті. Көп нәрсені осы әңгімелесу арқылы да жалпы мәселенің 50% шешуге болады. Сосын мысалы мультфильм көрсе бала, көргенін, үйренгенін жаңағы айтуға тырысады ғой кез келген бала. Сөзін бөлмей тыңдауға тырысу керек, ойын жеткізіп үйренсін дегенде. Мысалы, үлкен адамның өзі сериал көрсе, талқылауды жақсы көреді ғой. Яғни бұл жерде сөйлесу, біреуге ішкі эмоциясын айту, яғни айналып келгенде тіл арқылы түсінісу, бір-бірін тану. Мысалы, баланы 5 жасқа дейін патшадай қара, 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, одан кейін досыңдай сырлас дейді. Қаталдық пен қатыгездікті шатастыруға болмайды. Яғни әңгімелесу арқылы баланы тәрбиелеу, түсінуге тырысу, жол көрсету ғой. Ал рахмет, Қуаныш мырза. Сөзіңіз өте тұшымды, өте жүйелі. Сіздің сөзіңізден түсінгенім, жалпы біздегі тіл ол тек қана сөйлесу құралы емес. Ол тағы адамдардың бір-біріне тәжірибе беру, яғни бір-бірімен өзінің білгенін, көргенін бөлісу құралы екен. Бұл жағынан тіл әке-шешеден балаға берілген кезде, ол кезде яғни баланың тек қана сөйлейтін аппараты ғана қалыптаспайды. Баланың тек қана сөйлейтін сөздік қоры, білім жүйесі және өз миында жұрнақтар мен жалғаулар жүйесі қалыптаспайды. Сонымен қатар тілдің ішінде өзге де ақпарат береді. Қалыптасу барысында балаға ең бірінші рөл, ең алғашқы сабақ беріп үйрететін ол әке-шеше. Яғни әке-шешенің баламен қатынасы ең алғашқы, және әке-шешенің өзара бір-бірімен қатынасы түбінде келген кезде баланың тілдік негізін, тілдік ядросын, баланың дүниетанымын, баланың құндылықтар жүйесін қалыптастырады деген сөз. Осы жағынан енді мысал қарайтын болсақ, қазіргі кезде коммуникация дейді. Яғни отбасы ішіндегі әңгімелесу, сөйлесу, пікір алысу. Осы жағынан бізде қазір сөйлесу, пікір алмасу, сырласу, немесе айтқанда ақпарат бөлісу, осы қалай жүріп жатыр? Қайтып бұл дамып жатыр, өтіп жатыр? Осы жайында пікіріңізді бөлсеңіз. Өте дұрыс сұрақ. Енді Қуат, бұрын енді физикалық күш маңызды болса, қазір ақыл заманы, е? Әрине. Қазір мысалы жұмысқа орналасу қазіргі уақытта жеткілікті емес. Өйткені әркімнің өз арманы бар. Мысалы
өмірлік қажеттіліктері бар, оқуын жалғастырады біреу үшін үй алу маңызды болып тұр, өйткені жағдайына қарай күнделікті қажетті нәрселерді алу керек деген сияқты. Енді мен мынадан бастағым келіп отыр. Отбасылық өмірге адам дайын болу керек. Енді қараңыз, мысалы отбасында табыс аз делік. Әйелі былай айтады: тамақ керек, балаларға киім керек, ақша жетпейді, анау керек, мынау керек дейді. Ер адам болса, мысалы, тапқаным осы, жаңағы, енді не істеймін, ақшаға тоймайсың деген сияқты. Бұл арты не болады? Арты конфликт. Дұрыс қой. Енді қазіргі Иә, уақытта, әрине. Қуат, мен мына нәрсені асын сызып айтқым келіп отыр. Әйел адам бәріне шыдау керек деген ескірген түсінік сияқты. Онымен Ер келісемін адам толық. үшін айтсақ, мысалы, менің бүкіл мүмкіндігім, мысалы, 300 мың теңге деп ойламай, сенімді болып өзіне, мынау басқа да әлеуетін қолданып, жұмыс істеуге, басқа жолдарын іздеуге тырысу керек деп ойлаймын. Бос уақытта енді мынау Counter-Strike ойнамай, кейбір адамдар үшін айтатын болсақ. Енді керісінше кейде болады, мынандай, әйелінің қызметі жоғары, немесе ақшаны көбірек табатын жағдайларда болып жатады. Енді бұл әркімде әртүрлі, оны енді отбасылық мынау жетістік деп қараған дұрыс шығар. Енді материалдық жағынан қарауға болмайды ғой. Енді бұл жерде сондай Әрине. кез келген мәселе болған кезде, мынау бір-бірін тануға, бір-бірімен түсінісуге, тіл табысуға тырысу өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені шыны керек, кейбір отбасындағы жағдайды қарайтын болсақ, көбі түкке тұрмайтын нәрсе. Бір-бірін теріс түсініп қалады, дұрыс түсінбей қалады. Яғни әңгімелесу аздығынан да болып жатады. Соны мен асын сызып айтқым келеді. Мысалы, сөйлесу, тілін табу, енді адамның өзіне байланысты ғой. Қазіргі уақытта, мысалы, ғайыптан тайып, қыз алып қашу деген көбейіп барады, иә? Енді қараңызшы, қыз алып қашу қазақта бар, иә, бұрыннан. Бірақ ол қандай Әрине. жағдайда болды? Қалың мал беруге шамасы келмеген жігіттер не істеген? Қызбен өзара келісіп, соны жасаған, иә, қоғамның қажеттілігіне қарай. Ал қазіргі уақытта кейбір мынау қыздың тілін таба алмайтын жігіттер не істейді? Көрмей, білмей қыздарды алып қашып, былайша айтқанда қыздың тағдырымен ойнап жатқандар бар. Ал бұрынғы заманда ондай болмаған. Яғни қалай болса да өзара келісіп, түсінісіп, бір-бірін түсініп, қолдап, бір-бірінің жағдайына кіріп, келісе отырып істеген. Ол деген бас салып, көшеден ұстап алып қашу деген сөз емес. Яғни тілдің құдіретін қолдану, түсінісу, әңгімелесу. Енді қараңызшы, ер адам көбінесе қызға факт бойынша қарайды, ер адам табиғатына қарай, сұлу, тағы да басқалар бар. Ал қыз бала көп жағдайда жігіттің әлеуетіне қарайды, дұрыс қой. Енді қараңызшы, мына енді екеумізде ер азамат болғаннан кейін айтуға тырысайын. Мысалы, кейбір жігіттер мынау үйленгенге дейін жылы сөздерін беретін гүлін аямайды да, үйленгеннен кейін тіпті мынау сөйлеспей кететіндер де бар екен. Сөйтіп жүріп суып та кетеді. Яғни бір тоға болуды ұмытпауымыз керек. Мысалы, үйленгенге дейін романтика қуып жүре бермей, көп нәрсенің үйленгенге дейін де басын ашып алуға болады. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді ғой. Яғни тағы да айналып келген кезде бір-бірін дұрыс танымай, көп нәрсені шешіп алмай, ред флагқа келетін отбасылар көп. Яғни статистиканы айтып жатырмыз ғой. Көп жағдайда отбасының құлауы материалдық жағынан емес, бір-бірін түсіне алмағаннан, тани алмағаннан, яғни бір-бірінен сөйтіп жүріп суып кеткеннен. Сол тіл арқылы, қазақ тілі арқылы, соның әлеуеті арқылы, қазақ тілімен бірге жасап келе жатқан мәдениет арқылы, үлкендердің құрметі, кішілердің ізеті, оның барлығын қазақтан табуға болады, қазақтың тілінен табуға болады.
сіздің айтқаныңыздан түсінгенім қазіргі кезде отбасы моделі өзгеріп жатыр деген сөз. Яғни бұрынғыдай ер адам ол бүкіл отбасыны сүйрейтін қара күш, отбасыны сүйрейтін не деп кісі деп есептелмейді. Ал әйел адамның рөлі тек қана үй іші бала шағамен ғана шектелмейді деген пікір ғой. Иә, Бұл бұл жерде жағдайда мен бұл жерде былай айтқым келіп отыр, енді ақыл заманы деп отырмыз ғой. Қазіргі уақытта мысалы иә, феминизм дегенді де көп түсіне бермейді. Феминизм деген сөз енді қазіргі Қазақстанда енді ұрып соғумен ғана өлшеп талдап жүр ғой. Оның үлкен деңгейінде тең бе әлде әділдік пе деген тақырыпта. Енді ол тең бола алмайды, бірақ бұл жерде айтатынымыз әділдік осы. әділдік, әрине бәріне әділдік керек. Яғни біздің түсінгеніміз қазіргі кезде отбасы моделі біртіндеп қоғамда өзгеріп жатыр. Яғни бұрынғыдай классикалық бізде ер адам ол сырттың адамы, ол табыс табатын, бәрін алып келетін кісі деген сияқты. Ал әйел адам ол үй ішінде бала шағасында ұяны ұстайтын кісі деген сияқты ұғымдар бірте бірте күшін жойып бара жатыр. Себебі қазіргі қоғамның Енді дамуы, қазіргі әркім енді өз орнында нарықтық қалғаны дұрыс. экономикалық жағдай. Иә. Бұл жерде енді әркім ер адам рөлінде, әйел адам рөлінде қалу керек. Бірақ тым асыра сілтемеу ғой мен айтып отырғаным. Әрине. Жалпы айтқанда қазіргі кезде қоғам заманына сай болып заманның түлкі болса таз бол деген сияқты, сол заманның өзгерісіне, заманның қажеттіліктеріне бейімделіп, соған сай әрекет ету, яғни өзіңнің қазіргі заманға қажеттіліктеріне, мүмкіндіктеріне сай болып әрекет ету, яғни отбасының қазіргі жаңа даму стратегиясы. Соның ішіндегі тіл жағынан да бұл стратегия көрініс табады деп ойлайсыз ғой. Иә, ол тіл маңызды фактор бұл жерде. Тіл арқылы мәдениет, тарих, үлкенді сыйлау, кішіні сыйлау, барлығы осы тілімізден табуға болады ғой, өзіміздің қазақ тілінен. Яғни бұл жердегі тіл ол ортақтастырушты, өзара құндылықтарды бөлісетін, яғни өзара табыстыратын ең үлкен құрал және ең маңызды фактор болып саналады. Енді біз байқағанымыз феминизм мәселесіне байланысты. Яғни біздің тіліміз ол ешқандай феминитивтері жоқ, гендерлік жағынан бейтарап тіл. Яғни бізді есімдіктер мен еркек пен әйелді ажырата алмаймыз. Бізде феминитив сөздер жоқ десе болады. Сонымен қатар біздің тілде ондай еркек әйел сөз деген сияқты ерекшеліктер жоқ. Дегенмен біздің қоғамдағы қазіргі өзгерістер, яғни қоғамда әйел теңдік демекші, әділет мәселесі қатты көтеріліп жатқандықтан, осы жағынан бәріміз білеміз, осы жылдың басында, яғни салтанат заңы деп атайды шартты түрде. Яғни отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы заң қабылдады. Осы заң қаншалықты біздің қазіргі кезде қоғамға әсер етіп, болашақта қандай жеміс береді деп ойлайсыз? Осы жағынан сіз өз пікіріңізді айтсаңыз, ойыңызбен бөліссеңіз. Иә, бұл да айналып келгенде бір-бірімен түсінісе алмағаннан шығып жатқан дүниелер ғой. Енді ол заманның қажеттілігіне сай дүние деп ойлаймын. Енді уақыты келген кезде ол да қажет емес заң болып қалатын шығар. Енді қараңызшы, мысалы, біз енді Қазақстанның жері өте үлкен ғой. Осы жерді сақтап қалған ата-бабаларымыз әке шешесінен таяқ жеп өсті деп ойламаймын. Өйткені таяқ жеп өскен бала сөзге шешен ерлік көрсететін деңгейде болмайды деп ойлаймын. Енді ол қай кезде пайда болдық десек, мен ойымша бұл яғни бодандық кезіндегі сырттан келген бір жағымсыз бір қасиет деп ойлаймын. Әйтпесе қазақта асара сілтеу бізде болмаған деп есептеймін. Енді ең алдымен мынау қоғамдағы енді жағдайлар неше түрлі болып жатыр ғой. Абьюзерлердің картинасы қалыптасып жатыр. Енді бұл жерде бүкіл ер адам ондай деген сөз емес, бірақ онда мәселе бар екені рас. Және мен асын сызып айтқым келеді. Онда ер азаматтарға
ер азаматтар жол көрсетіп, нұсқаулық көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Әйел адам ер адамға айтқаннан қараған, ер адамға айтса, мынау әсерлі болады деп ойлаймын. Өткенде бір психологтың сөзін естіп қалдым, ұнады. Былай дейді: біздің қоғамда көп жағдайда көп нәрсені әйел адамға жүктеп қояды. Өзің тапқансың, қал сонымен, бір проблема болса. Сосын әйел не істейді дейді? Өзін кінәлай бастайды. Абьюзерді ақтап, кінәні өзіне іздейді. Өзін кінәлаған соң, жаңағы шешімін іздемейді. Мен жақсы болсам, ол өзгереді деп ойлайды. Абьюзер болса, менікі дұрыс екен деп ойлай бастайды. Қорықса сыйлайды екен дейді. Жазасын алмайды. Тағы не бар? Арманы жоқ, пікірі жоқ, сұрауы жоқ әйелді әрине ұрады дейді. Бұл психологтың сөзі. Бұл үлкен бір трагедия деп ойлаймын. Ол Осы үлкен трагедия. пікір арқылы көп нәрсені ұғуға болады. Енді ер азаматтар ойлану керек шығар. Яғни біздің қоғамымыздың ең кіші бірлігі отбасы деңгейінде отбасы тұрмыстық зорлық зомбылық болып жатса, ол үлкен деңгейде, ол үлкен масштабта біздің қоғамның деградациясына, қоғамның теріс кетуіне, қоғамның дамуын тежеуге, тіпті тоқтатуға да әкелетін қауіпті құбылыс негізі, шынын айту керек. Сондықтан бұл жердегі біздің ең үлкен қазіргі қоғамның несі, өзекті проблемасы осы ғой. Ал осының басты мәселесі меніңше сол дұрыс коммуникация құруда осының алдын алуға болады. Біз дұрыс қарым-қатынас құра алсақ, біз тілімізбен оң идеялар, оң құндылықтар, яғни адамдарды ортақтастыратын ақпарат беріп, өзіміз біріктіре алсақ, онда бұл қоғамның дертін, бұл қоғамның проблемасын өзара келісіп, өзара сөйлесіп, өзара пікірлесіп шешуге болатын секілді. Сонымен қатар біздің қоғамда мынандай мәселе бар. Ана тілі дейді да, бірақ өкінішке орай әке тілі деген жоқ. Ата Қуаныш, тілі. сізді білемін, сіз осы мәселені қатты қозғап жүрсіз. Яғни біздің қоғамдағы әке тілі де болу керек, әке тілі де бала естіп өсу керек деген сияқты. Осы жайлы сіз біліп берсеңіз, яғни ол әке тілі деген не? Дұрыс сұрақ деп ойлаймын. Мысалы, ана тілі дейміз, енді ол қалыптасқан қолданыс. Енді ата тілі. Мысалы, ата-ана дегендегі ата әке деген мағынада. Яғни бұрындары ата деген сөз әке деген мағынада қолданылған ғой. Яғни ата тілі деген кезде ол әке тілі деген мағынаны да береді. Яғни бұл жердегі мен айтайын дегенім, осындай түсінікте қалыптаса берген дұрыс шығар. Өйткені әке мен баланың арасындағы диалог үшін де қажет шығар осы сөз деп ойлаймын. Тамаша сөз. Әрине. Біздің қоғамымызда бала, кішкентай бала тек қана ана тілін ғана тыңдап өсу керек емес. Сонымен қатар әке де тілін тыңдап өсу керек. Әкенің де сөзін білу керек. Ал ол үшін, құрметті әкелер, құрметті жігіттер, сіздердің сөздеріңізде үлгі болу керек. Сіздің сөздеріңізде балаға жеткізетін құндылықтар болу керек. Егер сіз балаларыңызбен сөйлеспейтін болсаңыз, ал егер сөйлескенде ол балаңызға тек қана өзіңіздің ортаңыздың сөзін немесе бірыңғай боғауыз сөз, сондай лексика қолданатын болсаңыз, онда сіздің балаңызда ол тілдік модель теріс қалыптасады. Яғни баланың түсінігі, яғни ананың тілі көркем, ал әкенің тілі боғауыз деген қате түсініктер пайда болады. Ондай түсінік болмас үшін, құрметті жігіттер қауымы, құрметті еркектер қауымы, біз өз тілімізге, өз сөзімізге өзіміз абай болып, өз баламызға дұрыс үлгі көрсетейік. Сол кезде бізде тек қана ана тілі емес, бізде әке тілі де көркем болып, баламыз жан-жақты дамыған, тілі кемел, сөзі шұрайлы болады. Осы жағын қолға алуларыңызды сұраймын. Сонымен, Қуаныш мырза, сіздің подкастқа келгенімізге көп рахмет. Сіздің Өзіңізге де уақытыңызды рахмет. бөліп сұхбаттасқаныңыз үшін алғыс айтамыз.
және болашақта бұл біздің сұхбаттарымыз әлі жалғасын тауып өз жемісін беріп қоғамымызға әсер етіп көптеген идеялардың, көптеген ойлардың қалыптасуына, дамуына әсер етеді деп ойлаймын. Сонымен қатар, құрметті біздің көрермендер, егер сізге біздің подкастымыз ұнаса, біздің подкастымыз сіздің құндылықтарыңызға, сіздің көздеген мақсаттарыңызды көздеген болса, онда осы подкастқа лайк басып, өз пікіріңізді жазып бөлісіңіз. Сонымен қатар бұл идеяларды подкастта айтқан сіз бөлісуге лайық, оны бәркімге көрсету керек деп санасаңыз, ешқандай қысылмай, ешқандай қиналмай бөлісіңіз, таратыңыз. Ал егер бұл отбасыдағы тіл мәселесіне қосарым бар, ойларым көп десеңіз, мархабат, пікір жазып, ойларыңызбен бөліссеңіздер, біз міндетті түрде оқимыз. Бізге де бұл мәселе жайында әртүрлі адамдардың пікірлерін тыңдаған маңызды. Сонымен қатар, егер сіз біздің подкасттағы ойлармен мүлдем келіспеймін, бұл идеялар бізге жарамайды, бұл тақырып бізге қозғалмау керек десеңіз, онда пікіріңізді жазып, өзіңіздің қандай идея, қай тақырыпта және отбасыдағы тіл мәселесіне көзқарасыңыз қандай екенін көрсетіңіз. Сонымен қатар, құрметті тағы мен қымбат көрермендер, егер сіз басқа тақырыптарға қызықсаңыз тілдің айналасында, онда сіз ұсынып, осы пікірдің астында өзіңіздің тақырыбыңызды ұсынсаңыз, бізде соның бәрін оқып отырып, өзімізге болашақта қай бағытта қимылдауымыз керек, қай бағытта жылжу керек екенімізді білеміз. Ал енді назар аударып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет, алғыс айтамыз. Келесі кездескенше.